Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мынадай керемет тағамды ұсынғалы отырмын. Қазір осыны сіздермен біз жасап көрейік. Бұл керемет тағамға керекті азық-түлік. Қараңыздар, ол үйде бар заттарыңызбен жасай берсеңіздер де болады. Міне мынау бір жұмыртқаны салып керемет қамыр елеп алуымыз керек. Оған кішкентай 50 мл су қосып жіберіңіз. Бұл семьяның үлкендігіне, кішілігіне байланысты. Көбірек жасаймын десеңіздер, көбірек су құясыздар. Енді қаттылау қамыр елеп аламыз. Еттің нанына жасағандай қылып әдемілеп қамыр елеп аламыз керек. Мына пельменге, мантыға жасаған қамырдай әдемілеп елеп алыңыз. Міне бұл тынып тұрады енді. Мынау қойдың қабырғалары. Бұны бір қайнатып алдым әдемілеп. Енді бұны турап алуымыз керек. Мына қойдың қабырғаларының бәрін арасын ажыратып турап алуымыз керек. Міне осылай ажырата беріңіз. Міне пиязды үлкенірек турасаңыз да болады. Бәрі қуырылып кетеді. Сондықтан осылай турай беріңіз. Міне мына сәбізді мынандай құрылғының күшімен тез турап аласыз. Осылай турай беріңіз. Картопты қалай турағыңыз келсе, солай турай беріңіз. Қалағаныңызша. Бір олай 4-5 турайын дедім. Міне пиязмен етін қуырып отырмыз. Бұл жерге қалаған дәмдегіштеріңізді қосасыз. Өзіңізге ұнайтын дәмдегіштерді қосасыз. Сосын кішкентай соя соусын қосып жіберіңіз, көп емес. Жетеді. Міне өстіп 5-10 минут қуырып алыңыз. Міне 10 минуттай қуырылды. Енді бұның пісуі үшін жай отқа қою керек шығар. Мына өзі қайнаған сорпаны қайнаған сорпа. Сөйтіп қайнап шыққасын жай отқа қою керек. Міне өсіп 1 сағаттай қайнау керек бұл. Әдемілеп пісу керек. Жұмсақ топ. Міне оға дейін тұра берсін. Міне етіміз қайнап жатыр. Бұл етіміз сәбізді пияздан әдемілеп жұмсартып қуырып алуымыз керек. Міне қайнағанына 40 минут болды, картоплын салып қойдық. Міне мына қамырды әдемілеп жайып қойдық. Кәдімгі ет асқандағы қамыр сияқты қылып. Енді бұны майлауымыз керек. Жасын келген сайын ана қамыр тағамды жегім кеп тұрады.
бұған мына қуырылған сәбізіміз салуымыз керек. Міне мынау сәбізімізді әдемілеп ортасына салдық. Енді бұны біз қиғашта турасаңыз да болады. Бұлай 4 шығып турасаңыз да болады. Қалағаныңыз. Қиғаштап турайын дедім. Міне енді қазір қазанға барады. Міне мынау жаңағы сәбіз оралған қамырымызды әкеп салып жатырмыз. Енді бұл жарты сағат тұрады. Жарты сағатта піседі. Сосын керемет тағам болуға тиіс. Міне тамағымыз 20 минутта дайын болды. Қазір дастарханға барады. Міне ең жақсы жері осы жер. Дастарханға тартқан кез. Қараңыз, қандай керемет тағам болып отыр ғой. Етті тағам, қамырлы тағам. Енді мынау қамырларын үстіне қоюымыз керек. Біртіндеп әркім өз сабалатындай қылып тамақ қою керек. Міне қараңыз, бәрі дара-дара болып піскен. Керемет тағам болған ғой. Мен білемін, сіздер бұны түр-түрін жасап жүрсіздер. Бірақ менің бүгінгі осы жасаған тағамым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Қандай ұнады ма сіздерге? Ұнамады ма? Соны айтыңыздар. Қараңыз, ортасына қояйық. Сосын мынау неге? Соусын, астындағы соусын құйып жіберуіміз керек. Міне керемет тағам болды. Енді осы әдісі ұнаса, осылай жасап жүріңіздер. Менің каналымды қолдап, қолпаштап жүргендеріңізге мың алғыс. Ойларыңызды ортаға салыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.